Сәлем достар, мен сендерге бүгін ешкі мен түркі деген ертегі айтып берем. Баяғыда бір заманда түркі келе жатып, бір шұңқырға түсіп кетті. Сүңген қасында ешкі көріп қойыпты. Түркі батыр, неғып отырсың деді. Түркі өтіріктеп айтады. Сол кішкене су ішейін деп, кішкене салқындайын деп, мынау тесікте салқындай бастадым, су іше бастадым, рахат екен дейді. Ешкі айтады, мен де салқындайын дейді, әрі су ішейін дейді. Сөйтіп ешкі қасына секіріп түс кетіпті. Бұны алдаған түлкі үстіне секіріп, қайтадан қашып кетеді. Ешкі ары шығам деп, бері шығам деп, шығамай сол шұңқырда қалады. Осымен менің ертегім аяқталды. Менің ертегім сіздерге ұнаса, лайк басып маған жазыңдар. Жақсы жатып жайлы тұрыңдар. Сау болыңдар.